Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін рецептте жыл бойы аңсап күтетін көже наурыз көженің рецепті. Міндетті түрде жасап көріңіздер және видеоны аяғына дейін көріңіздер. Әрине, әр аймақта әртүрлі жасайды. Бұл біздің үйдің рецепті. Бірақ өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менде 10 литр су. Осы 10 литр суға сүрленген ет пен қазыны саламын. Міндетті түрде қазыны астына салып, етті бетіне салыңыз. Сонда қазыңыз қайнаған кезде, су қайнағанда бетіне шығып кетпейді. Және қазыны мен жаңағы ағаш зуботиска деп атаймыз ғой, сонымен бірнеше жерлерін кесіп қойдым. Қатты жарылып кетпеу үшін. Және міндетті түрде бетін тазалап отыру қажет. Көбігін алу керек. 2-2,5 сағатта жақсы пісіп шығады. Ал енді наурыз көжеге қосатынымыз бұл арпа, перловка дейміз ғой. Тары, жүгері, қатық, бидай және құрт. Кейбір дәндерді, арпаны мысалға, біз алдын ала бұқтырып алуымыз қажет. Бидайды де алдын ала бұқтырамыз. Және жүгеріні де. Ал құртқа ыстық сорпаны құйып ерітіп аламыз. Ал тары бізде өте тез піседі, сол себепті ең соңында саламыз. Міне 2 сағат өтті. Кішкене сорпа тартылып қалды, сол себепті оған біз ыстық су құюымыз қажет. Суыңыз көп тартылып қалмау үшін қайнаған ыстық су дайындап отырғаныңыз жөн. Және тұзын да тексеріп отыру қажет. Менде сүрленген ет болғандықтан менің сорпам тұзды болды. Осы уақытта арпаны және бидайды бұқтырып жатырмын. Және жүгеріні де бұқтырып қойдым, бірақ видеоға түспей қалыпты. Ал енді құртқа ыстық сорпаны құйып, жақсылап ерітіп аламын. Сүрленген ет 2,5 сағатта өте керемет болып пісіп шықты. Міне осылай 4 бұрыштеп кішкентай қылып тураймын. Қазыны 2 бөлікке бөлдім. Бір бөлігін дастарханға қоямын, екінші бөлігін сорпаға, көжеге саламын. Және оны да ұсақтап тураған дұрыс. Қатты ұсақ емес, орташалау болады. Сорпадан еттің барлығын сүзіп алғаннан кейін, оның барлығын турағаннан кейін, сорпаның ішіне бұқтырылған арпаны саламыз. Одан кейін жүгеріні бұқтырылған. Одан кейін бидайды саламыз. Және де туралған еттерімізді саламыз. Қазыны саламыз. Оған дейін құртымызда езіліп, дайын тұр екен. Міне тарыны ең соңғы саламын. Ол 7-8 минутта пісіп шығады. Ал арпа бидайдың барлығы бұқтырылып пісіп жатқанына
40 минуттай уақыт болды. Және міндетті түрде бетін тазалап, көбігін алып тұрсаңыз, сорпаңыз өте мынандай әдемі, таза, ашық болып шығады. Қалауыңызша қатық, құрт қоссаңыз өте керемет дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Наурыз мейрамы құтты болсын, әр жанұяға бақ береке алып келсін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.